Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге 1 минутта қалай сөздік қорды дамытамыз, осы туралы айтатын боламын. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, білесіздер, жақында жаңа жыл, және де жаңа жылға орай сіздерге менің керемет сыйлығым бар. Мен сіздерге осы жаңа жылға орай жаңа кітап сыйлағым келіп тұр. Бұл кітап бізде Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат, қызық мол жылдар» кітабы. Ал бұл кітапты сіздер алу үшін видеоны соңына дейін көріп, конкурстың шарттарымен таныс болыңыздар. Ал қазір біз тақырыпқа оралайық. Біз күнделікті сөйлейтін сөздердің ішінде әртүрлі сөздер кездеседі, яғни басқа тілден енген сөздер, неологизмдер, архаизмдер және де көптеген сөздер, оның барлығы да бізде сөздік құрамға жатады. Ал сөздік құрам бірге келіп сөздік қорды құрайды. Ал сөздік қордың ерекшелігі, жалпы ол жерде біздің тек қана осы тілде, яғни қазақ тілінде сөйлейтін адамдардың барлығына түсінікті болатын сөздерді біз өзіміздің сөздік қорымызға жатқызамыз. Жалпы кез келген адамның сөздік қоры ол әртүрлі болады, яғни кейбіреулердің сөздік қоры өте бай болса, ал кейбіреулердің сөздік қорында көптеген сөздер болмайды. Сол үшін де ол кісі көптеген, мысалға, сахнаға шығып сөйлейтін кезде, көпшілік алдында сөйлейтін кезде, ол не сөйлерін білмей абдырап қалады. Достар, бізге сөздік қорды дамыту үшін ең алдымен кітап оқу қажет болады. Кітап болғанда сіздер жай ғана кез келген кітапты, яғни кітап сөресіндегі кітапты алмайсыздар, арнайы шешендік өнер кітаптарын немесе көркем әдеби кітаптарды оқисыздар. Мысалға айтатын болсақ, Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат, қызық мол жылдар» кітабын. Әдеби кітаптарды оқисыздар. Ал екінші кезекте бізде айнамен жұмыс. Айна алдына келіп, күнделікті 5 минут уақытыңызды арнап, күнделікті өздеріңіз, яғни кез келген сөйлемді, сөздерді өзіңіз айтуыңызға болады. Мысалға, тойға шығып тост айтып жатырмын деп ойлаңыз, немесе оқушыларға дәріс оқып жатырмын деп ойлап, өзіңіз, яғни айнаның алдында 5 минут бойы өзіңіздің спичіңізді, яғни оқысаңыз болады. Және де, достар, бұл ретте қазақта мақал бар: көре көсем боласын, сөйлей шешен боласын. Сол секілді сіздер күнделікті сөйлеу арқылы өздеріңіздің сөздік қорларыңызды дамыта аласыздар. Үшінші кезекте бізде мақал мәтелдер, яғни сіздер сөздік қорыңызды байыта отырып, түрлі мақал мәтелдерді жаттау арқылы ондағы сөздерді, шешендік, нақыл сөздерді өздеріңізге, яғни жаттап аласыздар, және де өзіңіздің активті сөздік қорыңызға қосып отырасыздар. Осы арқылы сіздің сөздік қорыңыз байи түседі. Және де тағы да бір жаттығу, ол бізде сіздер күнделікті өздеріңіз, мысалға, көз алдарыңызға 3 литрлік банканы елестетіңіздер. Сол 3 литр банканың ішін біз түрлі сөздермен толтырамыз. Мысалға, бүгін сіздер оны тек зат есімдермен толтырасыз. Мысалы, айтасыз: лампа, шахмат, тас, айна, қалам, тағы да басқа. Мысалы, осындай тек қана 3 литрлік банканы сіздер тек қана бүгін зат есімдермен толтырасыздар. Ол зат есімдердің санайсыздар. Сіз 1 минутта қанша сөз айттыңыз? 1 минутта сіз қанша зат есімдерді айта алдыңыз? Осылайша сіздер миға сигнал бересіздер, яғни маған сөздік қор жетпей жатыр. Яғни сіз 1 минутта 20 ғана сөз, яғни 20 ғана зат есім оқи алдыңыз. Ал қалғанын сіз оқи алған жоқсыз, немесе қалған есіңізге түсіре алған жоқсыз. Осылайша сіз миға сигнал бересіздер, яғни маған тағы да жаңа сөздерді үйрену керек, немесе жаңа сөздерді мен активті өзімнің сөздік қорыма қосуым қажет деген. Осылайша сіздер осы жаттығуды күнделікті жасаудың арқасында өздеріңіздің сөздік қорларыңызды дамыта аласыздар. Достар, осымен бүгінгі видео аяқталды. Видео егерде сіздерге пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де, достар, конкурсқа байланысты айта кетейін. Бізде «Махаббат, қызық мол жылдар» кітабын сіздер осы видеоны соңына дейін көре отырып, және де комментарийға плюс белгісін қалдырып,
және қатысамын сөзін жазып кетіңіздер. Сіздерге арнайы реттік номерлер беріледі, және де біз арнайы бағдарлама арқылы тікелей эфирде сіздермен осы кітаптың жеңімпазын анықтайтын боламыз. Достар, осымен видео аяқталды. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.